ең қызығы қандай даму туралы психологиялық кітап оқымасаңыз да, қандай подкаст, сұхбат болсын, наставник, коуч, табысты адамдар, мотиватор болсын, психолог болсын, кімді тыңдамасаңыз да, тіпті Құранның өзінде Аллах тағаланың өзі де айтып кеткен нағыз жетістіктің кілті, сізді жетістікке апаратын кілт, ол осы оп-оңай нәрсе екенін айтып кетеді. Бірақ біз адамдар оны қатты қиындатып жүреміз. Негізі ол өте оңай нәрсе. Бисмиллах деп айтатын болсақ, бірінші Құраннан бастайтын болсақ, Аллах тағала барлық ғаламды жаратқан, Аллах тағала өзі айтқан: егер шүкіршілік етсеңдер, мен сендерге арттырамын. Иә, сіздер түсінгендеріңіздей, бұл табыстың, бұл жетістіктің кілті, құпиясы, ол шүкіршілік сезімі, чувство благодарности, gratitude деп айтады. Иә, егер біз осы шүкіршілік сезімін, алғыс ету сезімін күнделікті әдетке айналдыратын болсақ, просто өзіміздің болмысымызға айналдыратын болсақ, состояние бытия дейді ғой, сондай просто адам болатын болсақ, благодарный, әрдайым шүкіршілік етіп тұратын адам болсақ, біздің өмірімізде көптеген өзгерістер болады. Аллах тағала айтқандай, шүкіршілік етсеңдер, мен сендерге арттырамын, иә. Яғни сізде и так та жақсы нәрселер, ризықтар болып жатады, одан сайын ол көбейеді. Байлығыңыз одан сайын көбейеді, бақытыңыз одан сайын көбейеді деген сияқты осындай күшті нәрселер бар. Бұл шүкіршілік сезімін арттыру үшін, оны әдетке айналдыру үшін біз кәдімгідей өз-өзімізбен жұмыс жасау керек. Себебі шын айтыңыздаршы, мен өзім сондай адамдардың қатарында болдым. Бізді бала кезімізден біз енді телевизор қарадық, әртүрлі сериалдар, турецкий, испанский, сондай сериалдарды қарадық. И барлық жерде сценарий бойынша, әсіресе турецкий сериалдар, индийскийді, соларда әсіресе андай трагедия, драманы қатты романтизировать етеді, байқайсыздар ма? Сондай ауыр, кім қатты қиналады, сол басты рөлдегі кейіпкер болады, оған барлығын жаны ашиды, ең соңында онда барлығы жақсы болады. Сонда бізде андай не қалыптасып қойғанда, яғни сен қиналған сайын, наоборот, сенде бәрі жақсы болады деген сияқты. Яғни көп қиналу керек деген сияқты, сондай бізде бір стереотип па, сондай басымызға, сондай подсознаниемызға сондай нәрсе кіріп кеткен деп ойлаймын. Және қандай кино көрмесек те, сол кезде андай романтизировать етеді сол қиналғанды ше, себебі андай саундтрек ойнап тұрады, грустный бір музыка ойнап тұрады, адам басты рөлдегі адам бүйтіп көзіне жас ағып, жапа жауып тұрады, терезеге қарап тұрады, кофесін ішіп жатады деген сияқты. Сондай романтика, қатты романтизировать етіп жүрдік. И біз адамдар сол осы өмірде, мысалы мен студент кезімде, мектеп кезінде қиналған жақсы көретін едім. Менде қиналатын ондай нәрсе болған жоқ қой былай қарасаңыз. Бірақ мен андай наушник киіп алып, солай қиналып, страдать еткенді соны романтизировать ететін едім. Бірақ мұнда ешқандай романтика жоқ, шыны керек. Бұл наоборот, сіз қиналғаныңыз, өзіңіздің қиналып жүрген нәрселеріңізге фокусыңызды жіберіп, вот мен осынша нәрсе басынан өтіп жатыр, мен вот қиналып жүрмін, мен басты кейіпкермін деген бұл нәрсе, бұның барлығы вообще керек емес нәрсе. Себебі сіз өміріңізді жеңілдетпейсіз, керісінше сіз қиындатасыз. Яғни сіздің сезімдеріңіздің барлығы негатив болғандықтан және сізге ол ұнағандықтан, конечно, сіз сондай нәрселерді өміріңізге тартатын боласыз. Ол нәрсе бізге керек емес, иә. Сондықтан біз сол сезімдерімізді, ойлауымызды шүкіршілік жаққа, яғни жақсы жаққа аударуымыз керек. Әр адамның, біздің вибрацияларымыз, соның жиіліктері ол әртүрлі деңгейде болады. Мысалы, жаңағыдай қиналу, сол андай реніш, өкпе деген нәрселердің барлығы, олардың барлығы өте төмен деңгейдегі жиіліктер. Ал жоғары жиіліктегі деңгейлерге ол кезде шүкіршілік, бақыт, сүйіспеншілік, сондай қуаныш, сондай сезімдері жатады да. И сіз сондай егер жоғары жиіліктерде қозғалатын адам болсаңыз, яғни сондай позитивті сезімдерді, жоғары сезімдерді сезінетін адам болсаңыз, әрине сіз өзіңізге сондай адамдарды, сондай орталарды, сондай мүмкіндіктерді тартатын боласыз. Яғни тең-теңімен тезек қабымен деген сөз бар ғой, қазақтар оны бекер айтпаған, расымен де солай. Егер сіз сондай төмен деңгейде жүретін адам болсаңыз, яғни қиналып жүрген, мысалы бойдағы адам болатын болсаңыз, guess what? Өте көп шанс бар, сіз тура сол сіздің деңгейіңізде қозғалатын, сондай страдать ететін, тоже жаралы адамды тартуыңыз мүмкін. И екі жаралы адам қосылып, бірге жараланып жүретін болуларыңыз мүмкін, иә. Сондықтан
өзіңіздің жұбыңызды іздеместен бұрын вообще бірінші өзіңізбен жұмыс жасау керексіз. Өзіңізді толыққанды адам қылу керексіз. Барлық травмаларыңызды проработать етіп, өзіңізді жұмыс жасап, өзіңізді толыққанды адам сезініп, яғни жаралы адам емес, сізде махаббат бар, сіз махаббатқа толып тұрсыз, Аллах тағала сізді жақсы көреді, сізде ешқандай қажеттіліктер жоқ, яғни сіз ол қажеттіліктерді өзіңіз жаба аласыз, басқа адам келіп жабу керек деген ондай ойда болмасаңыз, әрине сіз сондай толыққанды адам болады болсаңыз, жоғары сезімдерден қозғалатын табысты, онда сіз сондай табысты, проработанный, сау, healthy адамды өміріңізге тартатын боласыз. Сондықтан кез келген жақсылықты егер өміріңізге қалайтын болсаңыз, онда сіз бірінші өзіңізге жақсылық қалау керексіз, яғни өз-өзіңізбен бірінші жұмыс жасау керексіз. Және мұнда айтып кететін лайфхак, кез келген нәрсе, өміріңізде болып жатқан кез келген нәрсе, ол бекерде бекер болып жатқан жоқ. Жақсы нәрсе болсын, жаман нәрсе болсын, кез келген кездесу, барлық нәрсе бекерден бекер болмайды. Біз ойлаймыз, ол мысалы өмірімізде бір қиын жағдай болып қалады, сосын ойлаймыз, Аллах тағала мені ұмытып кетті деген сияқты кейде ойлар келеді, бұл неге басқа адамдарда жақсы болып жатыр, неге мен осы қинала беремін деген сияқты, мен қиналғанымды білмеймін не Аллах тағала деген сияқты, неге маған сонда қиындықтар жібере береді одан сайын деп сөйтіп ойлауымыз мүмкін ғой, астағфируллах. Бірақ Аллах тағала сізге барлық адамдарды бірдей жақсы көреді және барлық адамдарға махаббат сезімінен, сондай себептен адамдарға нәрселерді жібереді. Сынақтарды жібереді, былай айтқанда, оның барлығы бірақ махаббат сезіміне болып жатыр. Себебі сізге бір нәрсе түсіну керек. Немесе дәл қазір сіз оны түсінбеуіңіз мүмкін, бұл болып жатқан нәрселерді. Бірақ артынан бара сіз түсінетін боласыз, бұның барлығы не үшін болды дегендей. Себебі біз простой адамбыз, біз андай обширно ойлана алмаймыз, біз картинаны ондай үлкен қылып көре алмаймыз, біз оны кішкентай қылып көреміз. Аллах тағаланың жоспары ол сондай лабиринт сияқты, сіз оны түсінбейсіз. Мынадай бір сөз бар ғой, I'm gonna give you what you need, not what you want дейді. Яғни кейде өміріңізде бір нәрсені қатты өзіңіз қалап тұрасыз, нәпсіңіз қатты қалап тұрады, бірақ сізге ол берілмейді. Қанша тырысасыз, қанша не істейсіз, бірақ ол сізге берілмейді. Ол адам болуы мүмкін, жұмыс болуы мүмкін, бір елге көшу болуы мүмкін. Қатты қанша тырыссаңыз да сізге ол берілмей тұр. Неге? Себебі сіз оны қалап тұрсыз, ал сізге ненің қажет екенін тек Аллах тағала ғана біледі. Яғни ненің қажет екенін, яғни сізге не пайда әкелетінін тек ол ғана біледі. Сіз ойлап тұрсыз, мынау маған жақсы деп, бірақ сіз білмейсіз, оны Аллах тағала біледі. Яғни сонда кез келген нәрсе өміріңізде болған, ол бір пункттарға, бір жерлерге сізді алып келеді. Эффект бабочки деген сөз бар ғой, көбелек эффектісі. Яғни кез келген көбелектің бір қанат сермегені, ол басқа жердің бір жерде тайфун тудырады, жел тудырады деген. Соны эффект бабочки деп айтады. Яғни кез келген өміріңізде болып жатқан нәрсе, кез келген кездесу, кез келген нәрсе, даже тіпті мынау видеоның өзі, бұның барлығы бекерден бекер емес. Яғни сіз айтарым, әр күніңізден бір мағына көруді тырысып бастасаңыз, яғни әр күніңіз мәнді, бостан-босқа өтпейді сіздің күніңіз. Әр күніңізде сізге Аллах тағала сізге бірдеңе жібереді, бір белгі жібереді. Яғни сізге ризығын жібереді, бір махаббатын білдіреді. Бірақ біз адамдар қатты өз-өзіміздің ішімізге кетіп қаламыз да, эгомызға кіріп кетеміз да, құлағымыз жауып аламыз, үш маймылдың суреті бар ғой, құлағы жауып тұрған, көзі жауып тұрған, аузы жауып тұрған деген сияқты. Сол сияқты біз құлағымызды жауып, көзімізді жауып, бітеліп сөйтіп жүреміз да. Хотя жақсылықтың барлығы, ризықтардың барлығы, белгілердің барлығы келіп жатыр. Ол дегеніміз бір телевизорда, бір рекламада бір фразаны ойнап қалуы. Ол дегеніміз көшеде кетіп бара жатып бір адамның сізге күлімсіреуі. Ол дегеніміз бір меломанға барасыз, сосын бір кітапты көріп қаласыз деген сияқты. Кез келген нәрсе сізге белгі болып келеді. Яғни Аллах тағаладан сізге жіберіліп тұрған бір белгі. Бірақ біз оны көрмей қаламыз, естімей қаламыз, себебі біздің фокусымыз негативте. Егер сіз фокусыңызды былай өзгертетін болсаңыз, әр күнім, әр кездесу, әр нәрсе
мағынамен болып жатыр деп ойлайтын болсаңыз, бостан босқа болып жатқан жоқ деп, бір себеппен болып жатыр деп ойлайтын болсаңыз, онда шынымен де сіздің әр күніңіз мағыналы өтетін болады, және сізде автоматически алғыс ету сезімі туғатын болады. Себебі сіз соған алғыс білдіретін боласыз, яғни Аллах тағала сізге белгілер жіберіп жатқанына, Аллах тағала сізге ризықтар жіберіп жатқанына, тіпті сізге бір адамның барып сізге жолда күлімсіреуі, амандасуы, ол да ризық, ол да должный нәрсе емес, ол да Аллах тағала арқылы сізге жіберіліп тұрған нәрсе. Яғни сөйтіп өзгертетін болсаңыз линзаңызды, онда шынымен де сізде шүкіршілік сезімі пайда болады. Мысалы, біз осы жолы Қазақстанға барып келдік, сол кезде мен жол аяқ бір-екі қызбен кездестім, бір-бірден әрқайсысымен, және әр кездесуден мен өзіме бірдеңе алдым. Яғни мен всегда көрермендеріме айтамын, олар айтады маған, сіз маған шабыт бересіз деп барлықтарыңыз айтасыздар, маған жазасыздар. Мен үшін өте құнды, бағалы нәрсе. Мен қатты қуанамын сіздердің жылы лебіздеріңізге, бірақ мен де айтамын, сіздер де мені шабыттандырасыздар. Яғни энергообмен. Ол сіздер маған шабыт беретін ары қарай видео түсіруге, ол сіздер маған шабыт беретін ары қарай ізденуге. Яғни солай мен жаңағы бір көрерменмен кездестім, сонда мен одан шабыт алдым. Оның айтқан нәрселерінен мен жаңа идеялар алдым. Яғни бұрында бір қалып жүрген нәрсемді ол менің қайтадан есіме түсірді. Мен үшін маңызды нәрсе еді. Екінші бір кездесуімде тоже бір 20 минуттық кездесу болды, бірақ одан да мен өте жақсы нәрселер алдым. Оның әңгімесінен мен құлақ естімейтін балалары, көздері көрмейтін сондай ерекше балалардың өмірі туралы, олар қалай үйренеді, сол туралы да үйрендім. Яғни әр кездесуден мен сондай құнды ақпараттар, сондай бағалы нәрселер өзім үшін алдым. Сіз сөйтіп қарайтын болсаңыз, сіздің әр кездесуіңіз бекер болмайды. Кей адамдар сол кездескен кезде бір-бірлеріне, өмірлеріне өзгерістер әкелетін нәрселер айтуы мүмкін. Кейде сізге сондай жаңа идеялар келуі мүмкін. Кейде сіз бір проблемаңызды шеше алмай жүресіз да, сізге басқа бір взгляд керек болады. Сол кезде біреудің айтқан сөзі сізге бір сол проблемаңыздың решениесін беруі мүмкін деген сияқты. Және кейде өміріңізде андай непонятный нәрселер болып жатады. Сіз ойлайсыз, не үшін болып жатыр деген сияқты. Сөйтіп ойлайсыз ғой, не в тему деп. Бірақ мен айтқандай, Аллах тағаланың жоспары өте мінсіз. Кей нәрселер дәл қазір сізге түсініксіз болуы мүмкін, бірақ оның ар жағында сізге жақсылық тұр. Мысалы, осы қыста біз Қазақстанға баратын болдық Қытайдан. Сол кезде белгілі себептерге байланысты мен барғым келген жоқ, өте сондай негативті сезімде болдым. Барғанның өзінде мен не үшін келді, бостан босқа деп ойладым. Одан кейін жұма күні мен мешітке барам, мешіттің жанындағы дүкенге кіріп шығамын. Сол кезде Құран әліппесін үйренейік деген бір кітапшаны көріп қаламын. Мен баяғыдан бері тәжвид оқығым келіп жүрді, бірақ бастаймын, тастап кетемін, сөйтіп жүрдім да, эффективті болмады. Сол кітапшаны сатып алдым және Құран кітабын сатып алдым. Одан кейін Қытайға келгеннен кейін сол Құран кітапшасы арқылы мен тәжвидті үйреніп алдым, яғни Құранға түстім. Оны мен қаншама жылдар бойы ойлап жүрдім, сол бір күні үйренем деген ойлар болып жүрді, бірақ соған жолым түспей жүрді. Бірақ осы жолы сол барғым келмеген поездкадан осындай жақсы нәрсе. Осы поездканың арқасында мен сол мешіттегі дүкенге аяғыммен бастым және сол кітапшаны алдым деген сияқты. Яғни Аллах тағаланың тайминг дейді ғой, оның уақыты, оның жоспары өте сондай детальды, өте сондай мінсізді. Сіз оны түсінбейсіз. Қазір мен сізге айтарым, сіздің қазір өміріңізде болып жатқан нәрселер бостан босқа болып жатқан жоқ, белгілі бір себеппен болып жатыр. Даже қазір сізге түсініксіз болса, артынан сізге түсінікті болады. Яғни бірнеше жылдардан кейін, осы үшін болып екен ғой. Яғни осы нәрсе болмаса, мен мына точкаға келмес едім деп сөйтіп ойлайсыз. Мысалы, мен өткен шама қазір сөйтіп қараймын. Қаншама қиындықтар, қиын жағдайлар болды. Қазір қарап отырсам, осылай қазіргі точкаға келген екенмін ғой деп ойлаймын. Сондықтан осы жерде шүкіршілік сезім пайда болады. Даже басыңыздан қиындық нәрселер өткен болса да, даже андай онша емес адамдарды кездестірген болсаңыз да, өміріңізде сізді жүрегіңіз жаралаған, оның барлығы бекерден бекер болмаған екен. Осы жерге келу үшін екен. Яғни өміріңізде қиындықтар болған кезде сіз даналық жинайсыз,
сіз өсесіз, дамисыз, сіз мықтырақ болып бастайсыз, және бір қабілеттерді үйренесіз, бір сабақ үйренесіз деген сияқты. Және де мынадай жағдайлар болуы мүмкін, тіпті андай банкрот сияқты нәрселер болады ғой, ақшаңыз бостан босқа кетіп қалады. Вот осы бизнес жүреді, осы товар сатылады деп аласыз, инвестиция жасайсыз да, одан кейін деп қалады. Сондай бір ситуациялар болды осы жылдың ішінде. Менде товарлармен де болды, жаңағы курспен де болды. Сонда мен андай тырнағымды тістеп үйтіп не істеген жоқпын. Мен керісінше былай айттым да, Аллаға шүкір осылай болғанына, Аллаға шүкір осы кішкене ақшамнан айырылып қалғаныма, Аллаға шүкір мен адам мені лақтырып кеткеніне деген сияқты. Себебі мен бұдан сабақ алдым деп ойладым. Сразу бір неудача, фейл болса, сразу, значит так нельзя, значит нужно быть осторожнее деген ой келеді да, сабақ алдым деп ойлаймын. И бүйтіп ойлаймын мен. Мысалы, какая-то небольшая сумма сіз айырылып қалдыңыз, и мен былай ойлаймын, менің ақшам кетіп қалды деп емес, жоқ, былай ойлаймын. Яғни ол мені одан да бір үлкен жобадан, одан да бір үлкен суммадан айырылып қалмас үшін маған осындай кішігірім суммадан ажыратып тұр мені. Яғни осындай сабақ беріп тұр маған. Кейін болашақта мен одан үлкенірек нәрсені профукать етіп алмас үшін. Түсініп тұрсыз ғой, Яғни бұнда барлығы көзқараста. Сіз кез келген нәрсе болмасын, жақсылық көруге тырысыңыз. Яғни шүкіршілік сезімін ұштандырыңыз. Сонда жить легче будет. Себебі бұл өмір ондай оңай болмайды әрдайым. Өмірде ешкім андай қалқып, үйтіп жүрген жоқ, қалқып. Себебі әр адамда қиындықтар болады. Менде болады қиындықтар, сізде болады қиындықтар, президентте болады қиындықтар, кез келген адамда қиындықтар болады. Және бұнда кому-то везет, кому-то не везет емес, жоқ. Бұнда просто адамның екі түрі болады. Біреулер сол қиындықтарға шыдайды да, одан сайын күшейеді, позитивті болады. Және екінші тип адамдары, олар сынады керісінше. Сіз қай адамның типіне жатқыңыз келеді? Тіпті мынау артымда тұрған орхидеяны қарайтын болсақ, бұл орхидея әрдайым гүлдеп тұрмайды. Ол белгілі бір уақытта, белгілі бір сезондарда ғана гүлдейді. Бұл өмір. Осыған қарасаңыз, просто табиғатқа қарасаңыз, өмір деген осылай. Гүлдейсіз, гүлдеріңіз солады, кішкене энергия жинайсыз, қайтадан гүлдейсіз деген сияқты осылай сезонна өтіп жатады өмір. Және егер сіздің өміріңізде қазір қиын жағдай болып жатса, сіз жалғыз емессіз. Барлығымыз біргеміз бұнда, және артынан жақсылық қараңыз. Өміріңізде болып жатқан нәрседен мағына табуға тырысыңыз. Мүмкін сізге бір нәрсе жеткізу керек болып тұрған шығар сіздің жағдайыңызға. Кейбір нәрселер өмірімізде қайталана береді, біз бір нәрсені түсіну үшін. Мысалы, жаман нәрселер қайталана беруі мүмкін, токсичное отношение деген сияқты. Ол қайталана береді. Неге? Себебі сізге мүмкін түсіндіру үшін, сіздің басыңызға жеткізу үшін. Сіз махаббатқа лайықтысыз деп, яғни сіз полноценный адамсыз. Сізге не обязательно ондай отношениеда болып деген сияқты. Өз-өзіңізді құрметтеңіз, өз-өзіңізді сыйлаңыз, жерден көтеріңіз өзіңізді деп мүмкін сондай қылып айтып тұрған шығар. Яғни белгілі бір установкаларыңыз дұрыс емес, шындық мынадай деп сізге может осындай нәрсені басыңызға жеткізгісі келіп тұрған шығар дегендей. Сондықтан шүкіршілік сезімін ұштандырамыз. Оны көмектесуге бізге не көмектесе алады? Ол үшін сіз gratitude journal жүргізе аласыз, шүкіршілік күнделігін жүргізе аласыз. Ол дегеніміз күнделікті күніне 3 рет, идеально күніне 3 рет, таңертең, күндіз және кешке жатар алдында күнделікті ашасыз да, бүгін сізде болған минимум 3 жақсы нәрсе, 3 бір ризықтың тізімін жазасыз. Ол кез келген нәрсе болуы мүмкін. Ол сіздің тамағыңыз, баспанаңыз деген сияқты сондай нәрселерді жазасыз. Және де тағы да бір екінші лайфхак әдіс, ол мынадай gratitude jar деген. Бұны мен мотиватор Джей Шатидан алдым. Бұнда сіз аптасына 1 рет осындай не жазып тұрасыз, стики ноттар аласыз да, ручкамен сізде осы аптада қандай жақсы нәрсе болды, соны жазасыз да, осыны ішіне салып отырасыз. Және жылдың аяғында осы барлық қағаздарды ашып оқисыз. Яғни сіздің әр күніңіз бостан босқа өткен жоқ. Сіздің өміріңізде тек жамандықтар болып жатқан жоқ.
жақсы нәрсе көп болып жатыр, ризықтар өте көп, мүмкіндіктер өте көп, жақсы адамдар өте көп. Аллах тағала сізді жақсы көреді. Ол сіздің ішіңіздегі бойдарыңыздың барлығын біледі. Ол барлығын көруші, барлығын естуші, ол жүректердегі нәрселерді, айтылмаған нәрселердің барлығын біледі. Ол біздің мойнымыздағы тамырдан бізге жақын орналасқан. Сондықтан ойламаңыз, менің қазіргі болып жатқан жағдайымды ешкім білмейді деп. Мені Аллах тағала ұмытып кетті деп ойламаңыз. Ол сізді ұмытқан жоқ. Керісінше, сол ұмытпағанның арқасында, керісінше сіздің сол бойдарыңыздың барлығын біліп тұрғанның арқасында ол сізге осы нәрселерді жіберіп жатыр. Сіз просто көзіңізді ашыңыз, жүрегіңізді ашыңыз, құлағыңызды ашыңыз, ашық болыңыз. Жақсы ма? Сізде бәрі жақсы болады. Келесі видеода кездесеміз деп үміттенемін. Кездескенше.